Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода мен сіздерге сілтеу есімдіктері деген тақырыпты түсіндіремін. Сілтеу есімдіктері дегеніміз ағылшынша demonstrative pronouns деп аталады. Demonstrative сілтеу, pronouns дегеніміз есімдіктер деген мағынаны білдіреді. Сілтеу есімдіктеріне мынау, мыналар, анау, аналар деген сөздер жатады. This мынау, this мыналар, that анау, those аналар. Ал енді бұл сөздердің қолданылуына тоқталайық. This, яғни мынау, мыналар деген сөздер жақын жерде орналасқан затқа немесе заттарға байланысты қолданылады. Ал that пен those, яғни анау және аналар деген сөздер алыс жерде орналасқан затқа немесе заттарға байланысты қолданылады. Ал енді бұл сөздерге мысал келтіріп көрейік. Бірінші суретке назар аударатын болсақ, бұл жерде мынау және мыналар деген сөздерге байланысты мысалдар берілген. This is my pet. Мынау менің жануарым. Яғни ол жақын жерде орналасқан және ол бір зат қана болғандықтан біз мынау деген сөзді қолданамыз. Ал екінші астындағы мысалға назар аударатын болсақ, These are my pets. Мыналар менің жануарларым. Яғни жақын жерде орналасқан және ол көп зат болғандықтан біз мыналар деген сөзді қолданамыз. Ал енді екінші суретке назар аударатын болсақ, бұл жерде анау және аналар деген сөздерге байланысты мысалдар келтірілген. That is my kite. Анау менің батпырауығым. Яғни ол алыс жерде және бір ғана зат болғандықтан біз оған анау деген сөзді қолданамыз. Ал астындағы мысалға назар аударатын болсақ, Those are our kites. Аналар біздің батпырауықтарымыз деп аударылады. Яғни бұл жерде алыс жерде тұрған және көп зат болғандықтан біз оған аналар деген сөзді қолданамыз. Ал енді бірнеше мысалдарға назар аударайық. Бірінші мысалға назар аударатын болсақ, бұл жерде алыс жерде тұрған зат және ол бір ғана зат болғандықтан біз that деген сөзді қолданамыз. Яғни анау сағат. That is a watch. Екінші мысалға назар аударатын болсақ, жақын жерде және ол көп зат болғандықтан біз these, яғни мыналар деген сөзді қолданамыз. These are strawberries. Мыналар құлпынайлар. Үшінші суретке назар аударатын болсақ, бұл жерде жақын жерде тұрған зат және ол бір ғана зат болғандықтан біз мынау деген сөзді қолданамыз. This is a goose. Мынау қаз. Төртінші мысалға назар аударатын болсақ, бұл жерде алыс жерде тұрған зат және ол көп зат болғандықтан those, яғни аналар деген сөзді қолданамыз. Those are mice. Аналар тышқандар. Бесінші суретке назар аударатын болсақ, бұл жерде жақын жерде орналасқан және бір зат болғандықтан мынау сөзін қолданамыз. This is a bowl of soap. Яғни мынау сорпа деп аударылады. Бүгінге видеосабақ осымен аяқталды. Видеосабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.